қазір келе жоқ өзі, қазір ұстай бер болды. Бір күні тура сен сияқты ауыз ашып, енді ауыз ашып десем, бір кісі тұрып алып дейді. Баяғыда ораза 30 күн еді, қазір 29 күн, бір күн қайда дейді. Бетіне қарадым да, аға сіз ораза ұстайсыз ба дедім. Жоқ дейді. Онда саған какая разница дедім, 29 күн ба, 30 күн ба, ұстайтын біз, қиналатын біз. Сізге не әңгіме керек? Ұстайтын басқа қатырма. Сол сияқты ана дүниеге барғанда өзің сұрап аласың. Ұстай бер пока, 29 ба, 29. Неге 5 уақыт намаз? Неге 6 емес? Неге 4 емес? Барғанда сұрап аласың, Алла қаласа, өзің тікелей Алла тағаланың алдына приемына барып, я Алла, мен осындай сұрағым болып тұр, басқаны шеше алмай жатырмын. Бұл вроде бы басқа бәрін шештім, осы вопрос қалды деп өзінен сұрап аласың, Алла қаласа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасынан кездесіп сұрап аласың, етегінен тартып. Сол. Оған бастап болу керек та. Вақта 1000, осы вақта дегеннен қорқамын. Өзі вақтамен өзі шу болды өзі. Вақтаны айтамыз деп бәле қалдық. Вақта мен шақтаның әңгімесінен шығу керек еді, мейлі. Вақта 1200 километр, үйден 16 күн боламын, сапар оқып жүрмін, дұрыс па? Негізі не болмайды ау. Сапарға кірмейсіз ау. Бірақ таласты патуа, біреулер болады дейді. Алматы уақыт болды дейді, қазір Астанада болады, Құдай қаласа. Зар қалдығы тиген іш киіммен намаз оқуға бола ма дейді. Тамшысы теңге көлемінде болса болмайды. Енді вообще іш киімді ауыстыратын мүмкіншілік жоқ болса, онда сол үшін жаңағы іш киіміңе айны бәле болды. Былай айландырсаң да іш киімге келеміз, былай келсең дамбалға келеміз. Біз дамбалдан шыға алмай қалдық өзі, бәле болды. Дамбалмен вахтадан шыға алмай жатырмыз. Сосын вахта, шахта, дамбал, тіс не болды? Сосын төңіректен шыға алмай жатырмыз. Енді Құдай қаласа ендігі жылы шығатын шығармыз. Биыл пока осы жерден айланып жатырмыз. Шығып кетейін десем де шығармай жатырсыздар дейді. Басқа бір природа, табиғат, қар жауып тұр, тұнжырап тұрған көктемде деп өтіп кетейін десем де өткізбей жатырсыздар. Айландырып әкеп қайта саласыздар. Бопты енді. Сол үшін айналайын, былай қылу керек. Жаңағы іш киім ішіне тигізбеуге тырысу керек. Егер кисе, онда намаз өтпей қалады. Өйткені шариғатта хадистен тахарат деген үкім бар. Хадистен тахарат деген сөз киім одан кейін барып денеде нәжас болмау керек дейді. Адамның зәрі нәжас болып есептелінеді. Сондықтан сол жерге тигізбеуге тырысу керек. Или салфетке қойып қоясың алдыңа. Сол дұрыс болады. Сол салфетканы тастайсың, таза болады бұйырса. Биыл класстасым тұрмысқа шыққысы келіп жүр, бір дұға бағы ашылсын, ниет қабыл болсын дейді. Амин. Не үшін қағбаны айналып жүреді? Алла тағала бұйырған. Жөтел қысып қақырып келе берсе ораза бұзыла ма? Бұзылмайды. Ұстаз, оразадан кейін тағы 7 күн ұстай берсе, ұстайтын ораза бар ма? Бар 6 күн. Саламас па, әкесінің түсінде қызының шашы ағарып кетіпті, түсіп бересіз бе? Кішкене уайымдап жүрген деп жеңіл жүріп қойыңыз. Чай керемет кетіп жатыр дейді, ас болсын. Жақсылап ішіп алыңыз. Құр шайды сораптап іше берме. Қасынан біресе қос. Сол шай беріп жатқан әйеліңе рахмет айт. Осы рахмет деп айттыңыздар ма? 15 күннің ішінде чай дайындап жатқан адамға бір рахмет айтып көріп бердіңіздер өзі. Официантқа да рахмет айтады ғой, чай ой береді. Чай дамдаған аналарыңызға үйде біреу тұру керек, ертеңді дайындау керек. Бәріміз дайын асқа жеуші көп, біткен іске сыншы көп деп бәріміз шұқи береміз. Бүйтпедім ба, мынаны қайнатпадым ба, мынаны ысытпадым ба деп соған рахмет айтайық. Ал негізгі тақырыпқа өстіп әдемі фонмен өтіп кетеміз. Біздің кешегі айтқан тақырыбымыз ұят төңірегінде. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ұятты ең жоғары орынға қойған. 4 нәрсе пайғамбарлардың мирасы. Біріншісі ән-никах, неке қию. Екінші әс-сиуак,
тісін тазалау. Үшіншісі әл-хая осы болады. Содан кейін отур, әтір себіну бұрынғы пайғамбарлардан келетқан, адам атадан бері жалғасып келетқан. Сіз осы төртеуін істесеңіз, пайғамбарлардың ісін істеп жүрсіз. Қайсысы? Неке қию, әтір себіну, тісін тазалау, содан кейін ұят. Ұят бұл дініміздегі ең жоғарғы ұлықталған дүние нәрсенің біреуі. Ұяты жоқта аят жоқ дейді қазақта. Сондықтан әрбір діннің бір мінезі болады. Әрбір діннің бір ерекшелік даралығы болады. Тура сол сияқты ұят бұл дініміздің, исламның келбеті. Сондықтан ұят болсын. Ұяты жоққа аят жоқ дедік. Пайғамбарымыз ман хаяун лаху ва ла иману лах, оны Абай атамыз да келтіреді. Сондықтан ұятты болу мұсылмандардың ең ұлы дүниелерінің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям неге үшін ұятты жоғары қойды? Ұялмағаннан кейін бет жоқ дейді қазақта. Сол бет жоқ болғаннан кейін ұрлық, зина, харам, адам өлтіру, біреуді тәкаппарлап мыжу, өлтіру, қинау, торлау, тартып алу, мародерство жасау, ұрлау, осының бәрі ненің арқасында? Ұяттың жоқтығынан. Өзгенің артынан ілесу неге? Ұяттың жоқтығынан, ар намыстың төмен түсуінен. Сондықтан ардақты елім, қаншалық сізде ұят жоғары болса, балаңызда қанша ұят жоғары болса, ең жақсы. Ұят тек қана илләл хайр, тек қана жақсылық алып келеді. Ұяты болған адамды біліңіз, Құдай жақсы көреді. Егер кімде ұят болмаса, оның иманында нұқсан бар. Кішкене ұялу деген болу керек. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні бір ұят туралы айтып тұрған кезде бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ұят болмаса, яғни ұят туралы бұл айтып үйрететін нәрсе емес деді. Сондықтан бұл сіз берген мынандай бір ереже бар. Ұялмасаң дейді, білгеніңді істей бер дейді. Егер сенде ұят болмаса дейді, хайуан мысалы, бір хайуан бір-біріне асыла береді. Не үшін? Ұят жоқ. Сізбен бізде ұят бар. Сол ұят бұл Құдайдан имандығыңызға дәлел. Алладан қорқу жүрегіңізде иман бәріне дәлел. Сондықтан ардақты мұсылмандар, Алла субхана ва тағала жақсы көрген нәрсенің біреуі мұсылмандардың ұяты. Ұяттың ең жоғарғы показателі қайсысы? Бетінің қызарғаны ма? Жоқ, әуреттің жабылғаны дейді. Құрметті біздің қазақ қыздары, құрметті біздің аналар, құрметті менің қарындастарым, апайлар, сіздердің әуреттеріңіз, Алла әурет деген жердің жабық болуы, бұл Құдайдың сүйген нәрсесі. Гол үй жүріп те ораза ұстай берсең, оразаң өтіп кете береді. Бірақ Алла тағала ұятты сондай жоғары қойған болса, сізде ұят болса, жүрегіңізде иман бар. Ұялуды біліңіз, ұят болады. Ұяттың Алладан ұяласыз, адамнан ұяласыз, өзіңізден ұяласыз. Ұяттың үш түрі бар. Алладан, адамдардан еліне дейді деп, үшіншісі өзіңізден ұяласыз. Осының патологы қайсы дегенде, өзінен ұялу, өзінің арының алдында ұялу. Содан кейін әлбетте Алладан ұялу тұрады, одан кейін еліне айтады деп. Бізде енді көбінесе жаңағы ел үшін деген елден ұят болды. Ол да жаман емес. Совсем ұятсыз, арсыз болғаннан ол да жақсы дүние. Бірақ Алла тағала ұлықтаған нәрсенің біреуі ұят болып табылады. Ұят екеуі егіз иманменше, екеуі дос болады. Сондықтан ұяты бар адам әсіресе мынау жуынғанда, моншада тамақ ішкенде, жаңа ғана сұрады. Мына тамақ ішкен кезде орамал тағып, әуретін жауып, іш киіммен отырып шай ішіп отқандар бар екен қазір. Ұялмайсыздар. Алла тағала рызық берді. Еще дұға оқып отырсың, қай бетіңмен оқисың. Даже дұға оқымасаң да маңайыңда періштелер бар. Өз үйіңізде өзіңіз жүре аласыз. Анау жалюзді тартып қойып жүре бер, өз үйіңде өзің білесің. Ешкім шапан киіп, пальто киіп жүр демейді. Бірақ қалай болғанда да мынау ұят болған сайын жоғарылады. Ұят сондай дүние, өлген адамның әуретін жауып қояды. Өлген адамның әуретін тартып жауып қояды, бейді көрсетпейді, жауып қояды, бейді көрсетпейді. Молда да қарамайды, ешкім қарамайды. Сүндет түлгесін бә, сүндет түлмегесін бә, ешкімге разница жоқ. Алла тағаладан да солай кете береміз. Бірақ ардақтылар, балаларыңызды ұятқа үйретіңіз. Ұят болады балам. Біздің қазақты тәрбиелеген ұлы бірақ ауыз сөз бар. Аналарымыз, аталарымыз бізді өте жақсы алып келген. Арабша аяттарды білмеген шығар. Мүмкін хадистерде шарақ-шарақ аудара алмаған шығар ата-баба. Бірақ қазақтың күніне бірақ ауыз сөз жеткен, ұят болады деген жеткен. Сол ұят бұл иманның барлығына дәлел. Иман тұрғанына ұят себепті болады. Иманның кетуіне ұят себепті болады. Сондықтан ұятты жоғары қойыңыздар. Енді осы тақырыпты сәл жинақтап, иманымызға қуат,
ұят екенін айтып келіп, енді Алла тағаланың жақсы көрген және бір амалы, ұятты Құдай жақсы көреді. Енді жақсы көрген бір амалы бұл кешірімдік, рахымдық. Маған да жиі өткенде әке-шешені кешіру керек па, психологтар кешір деп жатыр, жібер деп жатыр дегендердің барлығын айтарым. Осы тақырыпты біз көтеріп отырып, ертең әке-шешені біз кешіруіміз керек па? Әке-шешем мені ұрды, соқты, күйеуім баяғыда боқтады, жаңада түскен кезде саған дұрыс қарамады, сондай реніштерден балалық травма деп жүр ғой қазір. Соны психологтар қалай айтады, дініміз қалай айтады? Бұған Алла тағала не дейді? Осыны иншалла ертең сіздерге айтып беретін болам. Аллах тағала өмірлеріңізге береке берсін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Ниет айтыңыздар. Астана бойынша уақыт кірді. Су ішіп